Ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жылдам дайын болатын, оңай, қайнатпайтын салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде жаңа шыққан рецепті алғаш болып көретін боласыздар. Бізге қажет заттар: 4 дана картоп, 2 дана сәбіз, орамжапырақ, шұжық және де 2 кішкентай қызылша қажет болады. Қызылша егер үлкен болса, 1 данасында алсаңыздар жеткілікті болады. Ең бірінші біз картошкамызды, яғни картопымызды үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Міне осындай жұқа-жұқа етіп, барлық картопты үккіштен өткіземіз. Енді қазір үстіне салқын суымызды құйып қоямыз. Сол кезде бізде картоптың крахмалы бетіне қарай шығады. Ағақ көбік болып, міне осылай крахмалы шығады. Шамамен 10 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін басқа құрамды дайындаймыз. Сәбізімізді күштен өткіземіз. Сәбізді тігінен емес, осылайынан жатқызып өткізесіздер. Сол кезде біздің сәбізіміздің формасы әдемі болады. Міне біздің сәбізіміздің барын толықтай күштен өткізіп алдық. Осындай жұқа болып шықты. Келесі кезекте біз қызылшамызды күштен өткізіп аламыз. Барлық құрамына қажет заттардың барлығын алдын ала тазалап, осылайынан дайындап аласыздар. Өте оңай жасалатын, әрі қайнатуды қажет етпейтін оңай салат. Енді біз қазір орамжапырағымызды осылайынан пышағымыздың көмегімен жұқа-жұқа етіп кесіп шығамыз. Барынша жұқа және де ұзын етіп турап аласыздар. Міне біздің орамжапырағымыз дайын болды. Енді қолымыздың көмегімен сәл орамжапырақты жұмсарту мақсатында осылайынан міне қысып аламыз. Біздің орамжапырақ дайын. Келесі кезекте бізде шұжық, яғни колбаса. Осылайынан міне жұқа-жұқа етіп таяқшалап турап аласыздар. Міне біздің шұжығымыз да дайын болды. Оған дейін біздің картопымыз тұрды, бетіне крахмал ағарып шыққан. Енді міне қолымызбен бір рет сығып, астына сүлгімізді төсеп, картоптың барлығын қолымызбен қысып, жайып шығамыз. Жайып болғаннан кейін қатты кептіріп қажет емес, осылайынан орналастырып, үстінен сүлгімен басып, суын барлығын тартып аламыз. Мен видеода көрсетілмей қалған екен, осылай сүртіп болғаннан кейін аздаған мөлшерде тұз салып, осы картоптарымыздың барлығын араластырып алдым. Өзара тез араластырып аласыздар осы жерде. Одан кейін біз тапамызға күнбағыс майымызды құйып, майымыз әбден қызғаннан кейін аз мөлшерде сала отырып, осылайынан картофель пайды қуырып аламыз. Міндетті түрде аз мөлшерден саласыздар, өйткені картофелімізді салғаннан кейін бізде май жоғары қарай көтеріледі. Міне осылай сарғайғанға дейін қуырып аласыздар. Барлық картофель пайды осылайынан қуырып алу керек. Енді салатымызды жинауға кірісеміз. Біздің тарелкамызға қызылша, сәбіз, орамжапырақ, шұжығымызды және де бір жақ бөлігіне картофель пайды орналастырамыз. Ортаңғы бөлігіне майонезімізді құямыз. Тура осылайынан дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Бірақ егер дайын күйінде ұсынғыларыңыз келсе, онда қызылша, сәбіз, орамжапырақ, колбаса, яғни шұжығымызды салып, одан кейін үстіне майонезімізді салып, бөлек ыдысты араластырып аласыздар. Дайын болған салатымызды тарелкаға салғаннан кейін ең үстіңгі бөлігіне картофель пайды салсаңыздар да болады. Өздеріңізге қайсы әдіс ұнады, сол әдіс бойынша дастарханға ұсынсаңыздар болады. Және де қазақ тіліндегі YouTube каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, менің YouTube каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.